Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Екінші сынып қазақ тілі. Бөлім атауы салт дәстүр. Сабақтың тақырыбы қызық ертегі. Сабақтың мақсаты тыңдалған материалды түсіну, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, мәтіннен жағымды, жағымсыз кейіпкерлерді анықтау және оларға мінездеме беру. Жаңа сөздер: тапқыр, находчивый, сараң, скупой, жадный, ақылсыз, глупый, тақия, тюбетейка. Тапқыр, сараң, ақылсыз, тақия. Қазақ тіліне тән дыбыстардың жазылуы мен айтылуын есте сақтаңыздар. Тапқыр, сараң, ақылсыз, тақия. Тыңдалым әрекеті. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Сараңбай Алдаркөсеге: маған бір тақия тігіп бер деді. Жақсы, бір тақия тігіп беремін. Жоқ, сен маған 5 тақия тігіп бер. Жақсы, 5 тақия тігіп беремін. Жоқ, 10 тақия тік деді. Алдаркөсе 10 тақия тікті. Бай тақияларды киді. Тақия байдың басына кішкентай болды. Бай ренжіді. Бай сараң, Алдаркөсе тапқыр. Иә, балалар, біз өткен сабақта тігінші мен ай мультфильмі туралы өткен болатынбыз. Әрине, екі ертегіде де ұқсас сөздер бар. Кішкентай болды, ренжіді, тігіп берді деген сөз тіркестерін өткен болатынбыз. Иә, балалар, өткен сабақта көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Дұрыс айтасыздар, балалар. Ал бұл жерде байға тақия кішкентай болды. Бай қандай, балалар? Дұрыс айтасыздар. Бай сараң. Я, ол сараң екен. Алдаркөсе қандай, балалар? Дұрыс айтасыздар. Алдаркөсе ақылды, ол тапқыр екен. Жарайсыздар. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Алдарыңызда суретті сұрақтар берілген. Сараң бай не деді? Алдаркөсе не істеді? Тақиялар қандай болды? Бай не істеді? Ол қандай? Сараңбай Алдаркөсеге не деді? Алдаркөсе не істеді? Тақиялар қандай болды? Бай не істеді? Бай қандай? Алдаркөсе қандай? Мәтін бойынша сұрақтардың жауаптарын анықтаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен өздеріңізді тексеріңіздер. Бай 10 тақия тіктеді. Алдаркөсе тақия тікті. Тақиялар кішкентай болды. Бай ренжіді. Бай сараң. Алдаркөсе тапқыр. Әрине, балалар, сіздердің де жауаптарыңыздың дұрыс болғанына сенемін. Келесі тапсырма жазылым әрекеті. Сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Алдарыңызда суретті сөйлемдер берілген. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Алдаркөсе 10 тақия тікті.
Бай тақияларды киді. Тақия байға кішкентай болды. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Келесі тапсырма жазылым әрекеті. Дәптерлеріңізді ашып, сөйлемдерді жазыңыздар. Я балалар, біз сіздермен жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді анықтадық. Алдар көсе жағымды кейіпкер, бай жағымсыз кейіпкер. Бай мен алдар көсені 3 сөзбен сипаттап айтыңыздар. Және қатесіз жазыңыздар. Кел жаттайық айдары бойынша өлеңді оқып көрейік. Сараң, сараң, сараң бай, жан жағына қарандай. Тақия симай қор болды, көздің жасы көл болды. Сараң, сараң, сараң бай, жан жағына қарандай. Тақия симай қор болды, көздің жасы көл болды. Я балалар, бүгін сіздермен қандай мультфильмді айтып өттік? Сараң бай мен алдар көсе туралы. Жарайсыздар балалар. Балалар, неге бай ренжіді деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Ол сараңдығынан ренжіді. Ол ұялғандығынан ренжіді. Дұрыс ойлайсыздар балалар. Өте керемет. Ал біздің алдар көсе, ол өте ақылды, тапқыр, жағымды кейіпкер екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.